Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасы 7-ші шығарылым аясында мерзімді басылымдарға шолуды жалғастырады. Республикалық қоғамдық саяси газет «Жас алаштың» нөмірі 54-ші санында поэзия бөлімі айдарымен Софы Сматаевтың «Жүректің әні мұң ғана» атты жыр жинақтары жарияланған. Онда «Атады таңым», «Ақылдың азабы», «Кім білген», «Мұңым көп», «Қаңтарымның қары» атты өлеңдері топтастырылған. Ай сайын шығатын Республикалық мәдени сараптамалық мәдениет журналының нөмірі 4-ші санында «Қос тұлға» бөлімінде Әл-Фараби де, Абай да ислам ғылымын дамытқан ғалымдар атты мақала жарияланған. Онда ғұлама ғалым ордалы ойшыл Әбу-Насыр Әл-Фарабидің кемеңгер тұлға екенін кезінде Ақжан Машанов ағамыз талай-талай ғылыми конференцияларда өзінің қазақ және орыс тілдеріндегі мақалаларында дәлелдей білді. Нәтижесінде ұлы тұлғамыз туған еліне оралды. Ал Ақжанды зиялы қауым көзі тірісінде бүгінгі күннің Фарабиі деп атады. Ақжан Жақсыбекұлы туралы сәулетші Төлеубек Қарамен ол өзінің қазақ халқын ерекше сүйді. Өз халқына еңбек сіңіру оның ең басты ұстанымы еді. Әл-Фарабиді ашудың қиындығына қарамай бел буып, ұрпағымен табыстырғандығы осының дәлелі деп жазылған. Тіл қазақтың жаны, дербес ұлт екенінің белгісі. Осы мемлекеттігіміздің негізі рәмізі десе де болады. Тілді сақтау, әр қазақтың жанын сақтау, тілмен берілетін ұлттық ерекшелігіміздің барын сақтау. Журналымыздың келесі бетінде тіл тұғыр айдарымен қазақ тілін ғылым тіліне айналдыру атты мақаланы толықтай оқи аласыздар. Мәдениет журналының келесі санында Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Абай қара сөздерінің психологиялық, педагогикалық мәні және қазіргі жастарға берер әсері атты мақала жарияланған. Онда Абай халқымыздың ұлы ойшылы, қара сөздері терең пәлсапалық, этикалық, эстетикалық, философиялық және психологиялық ойларға толы. Тіршілік түйткілдерін дәл болжай білген құнды мұра. Онда айтылған даналық ойларды жыл сайын оқысақ та, қайталап оқысақ та жалықпаймыз. Әр оқыған сайын көңілдегі сұрақтарға жауап алып, ой түйіндеп, басқаша тұжырым жасап отырамыз. Абайдың қара сөздерінің басты тақырыбы адам, жеке тұлға, ал басты мақсаты адам тәрбиесі. Адам болғанда да адамдар үшін еңбек ететін жан-жақты жетілген адам делінген. Бұл мақаланы толықтай Мәдениет журналының 5-ші санынан оқи аласыздар. Мәдениет журналының 6-шы санында туған жер тарихы айдарымен туған жер тарихындағы оғыз тайпалары туралы жазба деректер жайында мақала жарияланған. 9-10 ғасырларда оғыз тайпалары Сырдың төменгі ағысынан Еділдің төменгі құйылысына дейінгі орасан зор алқапты мекендеген. Бұл мақалада оғыздар туралы орта ғасырлық алғашқы деректер және Сырдарияның төменгі ағысындағы ірі қалалары Жанкент, Жент, Кескен Күйік, Сортөбе қалашықтарының орналасу аймағы, ондағы соңғы уақыттағы жүргізілген археологиялық зерттеулердің қысқаша тарихы баяндалады. Сонымен қатар осы тайпадан шыққан Қорқыт ата туралы қысқаша мағлұматта берілген. Жергілікті басылым Ақмешіт апталығы газетінің нөмірі 52-ші санында тарихи орын айдарымен Барсакелмес туралы аңыз жарияланған. Онда аты аңызға айналған Арал теңізінің үстіндегі арал туралы аңыз хикая жетерлік. Барсакелмес туралы аңыздар қазақ ертегілері мен көне батырлық эпостар да ұшырасып отырады. Ертеде Арал теңізінің ортасында 3 жерде арал болған. Бұл 3 аралдың арқа жағын Барсақ деп атаған. Себебі бұлтсыз, ашық, тынық күндері көзге мұнартып көрініп тұратын болған. Бірсыпыра халық теңіз ортасындағы бұл үлкен арал ғой, іші малға да жайлы шығар, өзіне бір Барсақ деп айтады екен. Барсакелмес төңірегінде аңыздар өте көп. Солардың бірінде мына оқиға баяндалады. Көршілес тайпалар арасында жаугершілікке,
тыйым болмай бара жатқанынан кейін Ләтбай деген кісі бастаған ру адамдары құлақ естіп көз көрмеген алыс жаққа кетіп қалуға қам жасайды. Сонда бұларға теңіздің қақ ортасындағы суы тұщы, шалғыны шүйгін, балығы мол, алуан түрлі аң құсы бар, сексеуілі қалың ғажайып аралға өтіп кетуді ұсынушылар табылады. Бұлар мұз қатқанда күзер жасап, соның үстімен аралдың төріне жетіп алмақ болады. Жартас түбін паналап отырғанда жыртық шапанды, тесік тымақты бір ақсақал келіп Ләтбайға қарап: «Ол аралдан қорықпаңдар, онда зұлымдық жоқ, қасқыр жоқ, адамдар жоқ. Аралда табиғатты сақтасаңдар, бақытты да ұзақ өмір сүресіңдер. Ұрпақтарың ештеңеден зәрулік көрмейді, мыңғырған мал болады. Аң құсты өлтірмеңдер, аққуларға тимеңдер» дейді. Осыны айтқан қария заматында қараңғылық қойнауына сүңгіп жоқ болады. Ләтбай оның Қыдыр екенін іштей сезеді. Ал төбеден шолпан көрінген сәтте тайпа түгел орнынан қозғалып, мұзды көпір күзердің үстімен тізбектеліп өтіп, аралдың қойнауына кіреді. Қысты осы аралда жақсы өткізген Ләтбайдың жұрты көктемге қарай тойына бастайды. Қыдыр атаның айтқандары айдай келіп, көп ұзамай олар байи бастады. Осы ұзақ аңыздың ақыры аралдағы ағайынның жылдардың жылы баяғы қарияның өсиетін естен тарс шығарып, сексеуілді отап, аң құсты қырып, аққуға ауыз сала бастауы салдарынан бір түнде маңайды түгел ордалы жыланның жалмауымен аяқталады. Аңыз бойынша сол қырғыннан 8 жасар бала ғана аман қалған деседі. Осымен бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Келесі дүйсенбіде кездескенше қош сау болыңыздар.